Сәлем, бүгін эфферентті жол, яғни афферентті жолдан миға келген сигналға организм қалай саналы жауап қайтарады деген сұраққа ақпарат аласың. Эфферентті жол мидың гирус пресентралис аймағынан басталып, екі түрлі трактус кортикоспиналис, трактус кортиконуклеарис жолдарынан жүріп, нысана ағзаның мысалға қол-аяқ бұлшықеттерінің жиырылуына, қозғалуына, тіпті сөйлеуге нерв импульсын береді. Бұлар бізде пирамидалық жолдар. Ең бірінші трактус кортикоспиналис гирус пресентралистен бастау алады. Моторлы орталық. Одан төмен қарай жылжып капсуланың төменгі үштен өтіп, ортаңғы ми, көпір, сопақша миға келіп, 85% қарсы жаққа, 15% өз жағында бұрылыс жасайды. Одан кейін бүйір канатигі арқылы кіріп, алдыңғы мүйізінен шығады. Алдыңғы мүйізде бізде орталық орналасқан моторлы перифериялық. Одан 31 жұп-жолының нервтері барып, аяқ-қол бұлшықеттерінің қозғалысына алып келеді. Келесі трактус кортиконуклеарис, ол да гирус пресентралистен бастау алады да, төмен қарай жылжып, капсуланың тізе аймағынан өтіп, ортаңғы мида қиылыс жасайды, көпірде де қиылыс жасайды, сопақша мида да қиылыс жасайды. Неге? Олар бас ми негізінен шығатын 12 жұп нервтің бастамасы болатын нейрондарға қарай импульс береді. Осы нейрондар импульс алғаннан кейін ары қарай 12 жұп нерв басталады. Ал жаңағы трактус кортикоспиналис ол төмен қарай жұлынға импульс бергендіктен тұлғаның аяқ-қолдың қозғалысына әсер ететін нерв импульстарын өткізеді екен. Бұл бізде пирамидалық жол.